Мына заттарды білмесең, ұбт-ға кірме. Барлықтарыңа сәлем, сендермен Мерей. Бүгін осы тақырыпты қозғайтын боламыз. Ең бірінші, ұбт-ны тапсырып шығу үшін саған 240 минут уақыт беріледі. Яғни бұл уақытты сен барынша тиімді қолдан. Яғни өзің білетін сұрақтардан, ең оңай сұрақтардан бастап, одан кейін қиын сұрақтарға көш. Айтпақшы, Қазақстан тарихы мен оқу сауаттылығынан бастасаң жөн болады. Және келесі, нағыз ұбт-ны 2 рет тапсыра алатын мүмкіндігі бар. Яғни екеуі де грант конкурсында ойнайды және 2 ұбт-ны тапсыратын уақытты өзің таңдайсың, түске дейін немесе түстен кейін. Және үшінші, калькулятор, Менделеев кестесі, телефон сынды дүниелерді алып кіруге мүлдем болмайды. Барлығы компьютерде дайын тұрады. Тек өзіңмен шоколад, су алып кірсең болады. Бірақ бұл да маңызды емес. Келесі, проходной балл жинай алмай қалсаң мойыма, себебі тамыз айында да ұбт тапсыратын мүмкіндігің бар. Яғни сол проходной балл арқылы сен Қазақстанның кез келген универіне ақылы оқуға түсе аласың. Айтпақшы, жеке куәлігіңді ұмытпа. Осы пайдалы ақпараттар ұнаса, лайк басып, комментарий жазып және достарыңмен бөлісуді ұмытпа.